Видеоны көрмес бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Алматының шеткері аудандарының біріндегі ескі Хрущевкаға көшіп келгенімде күздің қара суығы басталып жатқан еді. Пәтердің іші сұп-суық, қабырғаларындағы ескі түсқағаздардың иісі мұрын жарады. Бірақ мен үшін бұл жұмақпен тең болатын. Өйткені алғаш рет өз бетімше жалғыз тұруға мүмкіндік алдым. Үй иесі кілтті бере салып асығыс кетіп қалды. Тек есік алдында тұрып: "Көршіңмен абай бол, ол кісі бір түрлілеу, бірақ зияны жоқ" деп сыбырлағаны ғана есіме сақталып қалыпты. Көршім Сәкен ақсақалды келесі күні кешкісін көрдім. Ол дәлізде жарық жақпай, қараңғыда үнсіз тұр екен. Үстінде ескі тозған костюм, қолында бір шүберек. Амандасқанымда ол маған жай ғана қарады. Оның жанары бос еді, тіпті тірі адамның көзіне ұқсамайтын. "Кешкісін есігіңді бекітіп жат, балам. Бұл үйдің қабырғаларында құлақ бар" деді де өз пәтеріне кіріп кетті. Оның дауысы ескі пластинканың сықырындай естілді. Алғашқы апта тыныш өтті. Бірақ екінші аптаның сәрсенбісінде бәрі басталды. Түнгі сағат 2-лер шамасы. Мен ұйқыға енді бара жатқанда, қабырғаның арғы жағынан бір дыбыс естідім. Сәкен атаның пәтерінен біреудің ауыр затты еденмен сүйреп бара жатқаны анық білінді. Сосын бір әйелдің баяу жылаған дауысы шықты. Дауыс сондай аянышты, сондай мұңды еді. Мен орнымнан ақырын тұрып, қабырғаға құлағымды түрдім. "Жоқ, әлі ерте. Әлі келмеді" деген Сәкен атаның сыбырын естідім. Ол біреумен сөйлесіп жатқанда еді. Бірақ оның пәтерінде ешкім тұрмайтынын білетінмін. Кенет менің қабырғама арғы жақтан біреу қатты соқты. Соққы сондай күшті болды, тіпті ілініп тұрған сағат жерге түсіп кетті. Менің жүрегім аузыма тығылды. "Сәкен ата, бәрі дұрыс па?" деп айқайладым. Жауап орнына тым-тырыс тыныштық орнады. Сосын баяу ғана күлкі естілді. Ол адамның күлкісі емес, жыртқыштың ысылдағанына ұқсайтын. Ертесіне мен шыдай алмай есігін қақтым. Ешкім ашпады. Бірақ есіктің тұтқасы өзінен өзі бұрылып, есік сәл ашылып кетті. Іштен шыққан иіс адам төзгісіз еді, шіріген ет пен көне әтірдің қоспасы. Мен ішке бір адым жасадым. Пәтердің іші мүлдем бос болатын. Бірде бір жиһаз, бірде бір төсек жоқ. Тек төрде, дәл ортада биіктігі адам бойымен тең келетін ескі, күміс жалатылған айна тұр екен. Айнаның алдында Сәкен ата тізерлеп отыр. Ол айнаға қарап, бірдеңелерді сыбырлап, қолымен айнаның бетін сипалап жатыр. Мен оған жақындап: "Ата, сізге көмек керек пе?" дедім. Ол маған бұрылғанда менің зәрем ұшты. Оның көзінің орнында тек тас қараңғылық қана бар еді. "Ол сені көрді, балам. Енді сенің бейнең осы айнада қалады" деді ол күлімсіреп. Мен айнаға қарадым. Айнада менің бейнем жоқ еді. Онда қараңғы дәліз, және сол дәліздің соңында тұрған бір қара көлеңке көрінді. Сол көлеңке маған қарай жүгіріп келе жатқанда мен артыма қарамастан қаштым. Өз пәтеріме кіріп, есікті ішінен іліп, таң атқанша шамды сөндірмей отырдым. Таңертең Сәкен атаның пәтеріне полиция келді. Көршілер оның осыдан 3 күн бұрын қайтыс болғанын, иісі шығып кеткенін айтып шағымданыпты. Мен таң қалдым. Егер ол 3 күн бұрын өлсе, кеше менімен сөйлескен кім? Ал айнаның алдында отырған кім еді? Тәртіп сақшылары пәтерді тексеріп шықты. Олар іштен ешқандай айна таппағандарын айтты. Пәтер мүлдем бос болған. Бірақ менің қабырғама жапсырылған түсқағаздардың астынан ескі қан іздері мен адамның тырнағымен сызылған іздер табылды. Сол күннен бастап мен ол үйден көшіп кеттім. Бірақ қорқыныш мені әлі де қалдырмай келеді. Қазір мен кез келген айнаға қараудан қорқамын. Өйткені кейде бөлмеде жалғыз отырғанда айнаның ішінен маған біреу қарап тұрғандай сезіледі. Және ол бейне Сәкен атаның бейнесі емес. Ол, сол күні айнаның тереңінен маған қарай жүгірген сол қара көлеңке. Кейде түнде ұйқыға кеткенімде, қабырғаның арғы жағынан сол баяу күлкіні естимін. Ол қабырғаның емес, менің санама ұялап алған сияқты. Ең сорақысы, менің өз бейнем айналарда бұрынғыдан өзгеше көріне бастады. Жүзім солғын, жанарым сөнген.
Кейде маған айнадағы мен емес, менің орнымды басқысы келетін басқа бір мақұлық тұрғандай көрінеді.